Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі бесін шайына келінім өте жұмсақ, дәмді, шай ішуге өте керемет сметаник дайындаған болатын. Енді сол сметаниктің толық жасалу жолын сіздерге көрсеткім келіп отыр. Ол үшін осы видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецепт бойынша сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Алдымен ыдысымызға 250 грамм ұн, 100 грамм шекер, 1 шай қасықтың көлемінде қопсытқыш, 1 жұмыртқа, дүкеннің сармайынан 150 грамм сармайды алып, ұнымыздың басын біріктіріп, осындай қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін пакетке салып, 15 минутқа мұздатқышқа қоя тұрамыз. Оған дейін дүкеннің қаймағы 20% қаймағына 500 грамм, 4 жұмыртқа, 100 грамм шекерді қосып, біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Енді дайын қамырды тең етіп ортасынан бөліп, форманың ішіне жайып шықты. Бір тегіс етіп форманың ішіне жайып, мен оған дейін пешімізді қосып қойдым, қызып тұра берсін деп. Үстіне дайын тұрған салмасын құйып, қызып тұрған пешімізге апарып салдық. Жарты сағатта шай ішуге өте керемет, өте жұмсақ, өте дәмді осындай пирогымыз дайын болды. Көріп отырғандарыңыздай, пышақпен кескен кезде өте жұмсақ және терлеп отырып шай ішуге өте керемет. Ас болсын.